الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, өткен отырысымызда харижиттер жайында бастаған әңгімемізді одан ары жалғастырамыз. Сол өткен отырысымызда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан осы харижиттерге байланысты берілген пәтуасына жүгініп сіздерге мағлұмат берілген болатын. Сол пәтуаны әрмен қарай иншалла баяндап қарастырамыз, талқылаймыз. Бүгінгі күні иншалла сол харижиттердің басқа қандай сипаттар бар, қандай көріністер бар, қандай олардың көзқарастары бар, соған иншалла тоқталамыз. Енді келесі олардың өздері туралы ойы жақсы, ал басқалар туралы пікірлері жаман дейді. Пәтуада солай келген. Олар жаман нәрсені жақсы деп біледі, мұсылмандар өмір сүретін елді имансыздар отаны деп атайды. Енді жалпы ғалымдар отанды немесе мекенді неше түрлі бөледі. Мысалға Дарул Ислам дейді, яғни ислам мекені, ислам отаны дейді. Ол жерде 5 уақыт намазға, жалпы исламның қандай да бір парыздарын орындауға еш кедергі жоқ жер дейді. Бұны Дарул Ислам, яғни мұсылмандар тұрақтаған, басым көпшілігі мұсылмандар тұратын елді мекенді сөйтіп атайды. Одан кейін Дарул Харб немесе Дарул Куфр дегендерді атаулар бар. Дарул Куфр деген сөз имансыздар отаны, Дарул Харб яғни соғыс мекені деп бөлген. Одан кейін Дарул Ахд немесе Дарул Сулх дейді, яғни келісім мекені, келісім отаны деп осылайша ғалымдар бөлген. Енді ол жерде құлшылық жасауға мүмкіншіліктерге қарай, қаншалықты құлшылық жасауға, исламның құндылықтарын ұстанып орындауға мүмкіншілік бар, соған қарай ғалымдар не істейді, бөледі. Енді ол әрине Құран мен сүннетке сүйеніп жасалған дүние. Енді Абул Хасан Ал-Ашари харижиттер ағымдарының белгілерін атағанда мынаны да айтқан: олардың түсінігінше басшылары имансыз, мұсылмандардың барлығы имансыз дейді. Басшылары имансыз, мұсылмандардың барлығы имансыз дейді. Басшылар, мысалы, патша қандай, президент қандай, мысалы, имансыз болса, оның ішінде тұратындардың барлығы олар имансыз дейді. Дарул Куфрге былайша айтқанда тең екен. Мұны Ибн Таймия да қостайды. Харижиттер мұсылмандардың жерлерін имансыздар мекені деп есептейді дейді. Бұл жерде айта кететін жағдай, өткенде соңғы отырысымызда да Ибн Таймияның сөздерін келтірген болатынмын. Енді бұл пәтуада әдейі келтірілген. Неге? Өйткені өздерін сәләфиміз деп атайтын немесе сол харижилер топтарына кіретіндер көбінесе осы Ибн Таймия сынды ғалымдардың пікірлерін ұстанады. Сондықтан солардың өздерінің ұстанып жүрген ғалымдарының сөздерін әдейі келтірілген. Өйткені мысалға қазір біз өзіміздің ғалымдардың сөздерін келтіретін болсақ, олар оны қабылдамайды. Ал енді олардың өздерінің ұстанып жүрген ғалымдарының сөздерін келтірмек мақсатында діни басқарма осы Ибн Таймия сынды ғалымдардың сөздерін қолданған. Келесі, өздерін ақтау үшін олар күдікті әрі мағынасыз дәлелдер келтіреді. Ибн Омар радиаллаху анху харижиттерді Аллахтың ең нашар жаратылыстары деп есептеген. Ол харижиттер имансыздарға түскен аяттарды мұсылмандарға байланыстырып қолданады деген. Ибн Омар айтты. Бұл жағдай қазір бар. Бауырларымыз сөйтеді. Мысалы, көп аяттарды, мысалға, мүшриктерге байланысты түскен, кәпірлерге байланысты түскен аяттарды мұсылмандарға қатысты қолданады.
Бұны кезінде сахабалар айтып кеткен. Харижиттердің бір сипаты сондай. Міне қазірғылардың мына бауырларымыздың арасында сондай да кездеседі. Мушриктерге қатысты түскен аяттарды, кәпірлерге қатысты түскен аяттарды мұсылмандарға қолданады. Сөйтіп, мұсылмандарды не істейді? Сол мушриктермен теңейді. Келесі, харижиттер Құранды өз мақсаттарына бұрып түсіндіреді. Ибн Абдул-Бар былай деп жазды. Харижиттер мен муътазилиттер сияқты дінге бидғат енгізушілер Құран аяттарының сыртқы мағынасынан аса алмай адасып кетті. Мәселен, мына аятты алсақ, ал кім Аллахтың түсіргенімен үкім етпесе, онда олар кәпірлер. Осындай аят бар Құранда. Ал кім Аллахтың түсіргенімен үкім етпесе, онда олар кәпірлер дейді. Осы аятты міне қараңыздар, түсінбегеннен кейін не істеді? Қарсы шығады мұсылман үмметіне. Өздеріне кірмегендерге, өздерімен бірге болмағандардан басқасын барлығына осы аяттар барлығына, жалпы өздерінен басқаның барлығына қолданады. Олардың барлығы Құранмен үкім етпейді. Олар жаңағы тағутовский конституция дейді, мысалға шайтанның конституциясы бар, соған бағынады дейді. Құранды олар былай сырып қойды дейді да, міне өздерінше түсініп, міне өткен сабағымызда Ибн Аббас харижиттермен барып кездескен уақытында оларды солай айтқан еді, білесіздер, иә? Не деді? Тахқим оқиғасы болған, яғни Али мен Муауия жақтан екі өкіл келіп кездесті ғой, сөйлесті, шешімге келді. Міне харижиттер осыған қарсы шықты. Сен неге Алланың сөзі тұрғанда адамдардың сотына жүгінесің депті. Міне олар осы аятты дұрыс түсінбегеннен кейін солай Алидің өзіне қарсы шығып отыр. Ал Джассас айтты, харижиттер осы аяттардың мағынасын өзгертті, жоққа шығармаса да Аллахтың үкімін орындамағандардың барлығын имансыздықпен айыптай бастады. Бұл жайында Ибн Таймия былай деген: харижиттердің алғашқы жаңалық енгізуі олардың Құранды дұрыс түсінбеулерінен пайда болды. Олар надандар, өз надандықтарымен Құран мен сүннетке қарсы шыққандар дейді. Ал өздері не дейді? Құран мен сүннетпен жүрміз дейді. Солай ма? Мазхаб ұстанбаймыз дейді. Құран мен сүннетпен жүреміз. Бірақ олар қайта сол Құран мен сүннетке қарсы шықты. Имам Ал-Аджури былай деген: харижиттердің Аллах пен оның елшісіне саллаллаху алейхи вассалам құлақ аспаған ең жаман адамдар екендігі туралы ғалымдардың бірінші буыны мен келесі буындардың арасында ешқандай келіспеушілік болмаған дейді. Яғни бір ауыздан келіскен. Олардың сан жетпес оразалары, дұғалары және тағзым етулері өздеріне еш пайда әкелмейді. Олардың мақұлданған нәрсені ашық насихаттауы және ұятты нәрселерге тыйым салуы оларға көмектеспейді. Өйткені олар Құранды өз құмарлықтарына сай түсіндіреді. Бізді олардан Аллах және оның елшісі саллаллаху алейхи вассалам және діншіл халифтер мен серіктестер, сонымен қатар олардың соңына ергендерді сақтандырды дейді. Келесі, харижиттер ғұламалардан қол үзген. Олар мәселені Құран мен хадис аясында түсіну қағидасын ескермей, білімдерінің таяздығынан беделді ғұламалардың пікірлерімен санаспай, тіптен елемей, өздері жауап іздеп, дара ұстанымдарын шығарғылары келеді. Бүкіл сүннит әлеміне танымал ғалымдардың ұстанымдарынан бас тарту деструктивтік, экстремистік, содырлық топтардың туындауының басты себебі. Расында да солай. Міне мазхабқа бағынбаймыз деді. Абу Ханифаны интернет желісінде жүр бір сондай бауырымыз, имам Абу Ханифа бұл мурджит деп, жаңа бір ағымның өкілі іспетті көрсетіп, жаңағыдай сол Абу Ханифаның бір сөзін дәлелге келтіріп жатса, өзіміздің бауырымыз, ол айтады: Абу Ханифаның сөзін келтірмей қой, ода ирджа бар дейді. Яғни мурджиттердің бір көрінісі бар. Мурджит деген бір ағым бар. Міне, ода ирджа бар дейді. Қараңыздар.
Одан кейін осы қаламызда бір бауырымызбен кездесіп сөйлескенде шейх Насруддин Аль-Альбани деген кісінің сөзін келтірдім әлгіге дәлел ретінде. Енді сол кісіні ұстанып жүрген ойдамын ғой енді. Сөйтіп айтып жатсам, сол бауырымыз не дейді? Албани адасқан ғой дейді. Муржит дейді. Ол да сондай нәрсені айтып жатыр. Міне, сонда кім қалады бізде? Оның көзқарасы сенің көзқарасыңа сәйкес келмегеннен кейін бүкіл ғалымдарды осылай шеттете берсек, кім қалады исламда? Тізбегіміз, ғалымдардың тізбегі әрмен қарай жетпей қалады ғой. Олардың тізбегі бәрібір сол Абу Ханифадан өтеді. Кімнің тізбегін алсақ? Өйткені шафиилер барлығы Абу Ханифаның шәкірттері бірін ұстазы шәкірті болып есептеледі. Сондықтан тізбекті қай жақтан алсаң да Абу Ханифадан өтеді. Міне, сондай бауырларымыз ғұламалардан қол үзіп не істеді? Оларға тіл тигізді депті. Жай ғана қол үзіп қойған жоқ, тіл тигізді. Келесі, білім дәрежесі төмен ғалым-сымақтарды демде өздеріне әмір, көсем, муфти не имам етіп алды. Өздеріне сол әлгілердің дәрежесіне қайда жетуге, яғни имамдардың дәрежесіне қайда, олардың былайша айтқанда тырнағына да тұрмайды. Сондай адамдарды өздеріне шейх болып алды. Пәтуаны солардан сұрайтын болды. Ол бауырларымызда енді өздерінің жағдайын ескермей, пәтуа беруге әлі шама жоқтарына қарамай не істеді? Пәтуа берді. Бізде қазақта жылтырағанның бәрі алтын емес дейді. Біз енді кішкене жылтырай қалды, соған жүгіреміз. Қаншамасы солай жылтырап өшті. Білесіздер елімізді. Ізі суыды. Қаншамасы кейін өзінің қателіктерін мойындап, интернет беттерінде жариялады. Сондайларды өзіне шейх етіп алады. Қарасаңыздар, пайғамбарымызбен байланысы тура прямой дейміз ғой, байланысы бар ғалымдарды қойып, мурджит немесе басқа да бір неде адасушылықты айыптап, мынау бесін келген бір білімі жоқ муштахид ғалым дәрежесіне жетпегеннің пәтуасына жүгінеді. Қызық, Бұны қазір байланыстырсаң, қазіргі шейх аталып жүрген адамдарды пайғамбарымызға дейін егер тізбегін қарайтын болсақ, жетпейді. Ал Абу Ханифа, оның шәкірттерінікі жетеді пайғамбарымызға. Қараңызшы, бұл жерде кімді тәрк етіп, кімді қабылдап отыр. Міне, бұл әдейі жасалған әрекет ғалымдардың рөлін түсірді, умалят етті дейді ғой, түсірді. Кейін өзіне керек адамдардың дәрежесін көтерді. Бұл көтеріліп тұрған дәрежесі кім? Жай ғана адамдар. Жасанды көтерілген да олардың дәрежесі. Әрине, арамызға іріткі салып отыр да. Нәтижесінде шариғат ауыстырылып, дін бұзылып, ізгілік жоғалып, бүліктер көбейіп, өшпенділік оты тұтынады дейді. Көріп отырмыз оны. Куә болып отырмыз да осыған. Дін бұзылды. Ізгілік жоғалып, бүліктер көбейіп, өшпенділіктің оты тұтанды. Мұсылмандар бірін-бірін жек көреді. Анау топта, мынау топта, анау масхабта деп, анау сәләфи, мынау уахабит, анау сопы деп, бірін-бірін айыптап жек көруге дейін барды. Бүлік орнады. Кезінде сол иштихадтың есігін ғалымдар жауып қойған еді, яғни өзінен. Қазір иштихадтың есігін ашты, бірақ сол есіктен кім көрінген кіріп кетті да. Иштихад жасауға лайығы да бар, лайығы емесі де сол есіктен кіріп кетті да, иштихад жасау. Ізденіс жасауға кез келген адам жасай алатын болып қалды.
оларға осы шаманы беріп қойды. Жоғарыдағылар айтты, әй, Құран мен сүннет бар, осы жерден өзің үкім шығара бер деді. Әрқайсың сендер ғалым сияқтысың. Бар да Құранды сүннетті аш болды, үкім шығара бер. Сондай болып қалды. Бүлік көбейтінде бірлік болудың орнына арамызда не болды? Керісінше нәрсе жағдай орын алып жатыр. 4 мазхабты мойындамай, қазір 1000 мазхабты көріп отырмыз. Солай ма? Осы мешітіміздің ішінде қаншама мазхаб бар қазір? Әр адамның өзінде бір мазхаб бар, солай ма? Бәріне қарасаң өзінің бір намазы бар, өзінің бір діні бар да. Солай ғой. Сол жаңа бөлініп жүрген бауырларымыздың өзі бөлініп кетті да. Өздерінің арасында да бөлінушілік бар. Неге? Өйткені кез келген адам өзінің бір дінін жасап алған. Пәтуа беруге әлі хақысы жоқ адамдар келіп шейх болып кеткен да жер. Әрбір қалада бір шейхі бар айту. Бір емес, екеуден бар. Ал екі шейх болғаннан кейін әрине екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Содан кейін бір-бірімен келіспейді. Бір-бірін айыптады. Осы қаламызда да. Оның ақидасы дұрыс емес деп бір-бірін солай шығар. Ақидасы дұрыс емес деген ол не ол? Адасқан деген сөз ғой. Солай ма? Әрине солай. Міне, оның нәтижесіне әкелді, осындай бөлінушілікке әкелді. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям мынадай хадисі бар. Шын мәнінде Алла адамдардың арасынан білімді суырып алып жоқ қылмайды. Керісінше ғалымдардың дүниеден озуы арқылы білімді алады. Сөйтіп бірде-бір ғалым қалмаған уақытта адамдар өздеріне надандарды басшы етіп алады. Оларға сұрақ қойылған кезде білімсіз пәтуа береді. Сосын өздері де адасады, басқаларды да адастырады. Міне. Солай болды қазір. Әйтеуір пәтуа беретіндер көп. Қазір телефон арқылы да шала саласың. Шейх, осындай сұрақ бар. Көбінің сұрақтарын қарасаң, көбінесе ана кісі туралы не айтасың? Патша туралы не айтасың? Әйтеуір жаңағы жарх ва тәдил дейді. Яғни бір адамдардың өмірбаян жағдай жайында сұрайды. Әлгі адамдар біліп бәрін. Одан білім алуға болады, болмайды, ол андай, мындай, ақидасы дұрыс емес, бұрыс, жаңа сондай нәрселер айтады. Мен сондай бір бауырымыздың өзінің қателіктерін мойындағанын естідім. Сонда әрине бұл жерде мен оны хариджит деп айыптап тұрған жоқпын. Бұл жерде жалпы сондай жағдай неге әкеп соқты, соны айтқым келіп отыр да. Әлгі бауырымыз көптеген пәтуалар берген екен, қателескен. Одан кейін мойындап қателігін айтып отыр. Мен осындай қателік жасадым, осындай пәтуа бердім, ол қате болды деп жаңағыдай баяндап айтады. Дұрыс. Жаңа сахабаларда қателескендігін айтады. Табиғилар, ғалымдар қателескендігін айтып, сосын мойындағанын айтып келіп, өзінің қателерін баяндайды. Енді мәселе жарайды, қатесін мойындады. Бірақ сол қателігіне қаншама адам ұрынды. Мәселе сода тұр. Қаншама адам ұрынды сол пәтуаға, қателігін. Оның сен қателігін түзелмейсің ғой. Солай ма? Олар ұрынды, біреулер адам өлтірді, біреулер жаңағындай. Мәселен оның ішінде есімде қалғаны, әйелімен себепсіз айырылса беруге болады деп пәтуа берген. Соны қате бердім деп айтып отырмын. Бірақ осыған дейін осы пәтуаны естіген қаншама бауырларымыз, қаншама әйелдерін тентіретіп жүреді көшеде. Солай ма? Бұл ақиқат. Анық нәрсе бар, интернет желісінен таба аласыздар бұны. Мойындаған. Тағы да айтамын, бұл жерде оны жаңа хариджит деп айтудан аулақпын. Бірақ сондай жаңа пәтуа беру неге әкелді? Айырылса беруге болады деген болды. Қаншама қарындастарымыз біреулерінің қыздары ғой сол. Ал мұсылман адам ондайды ешқашан бір өзі түгіл басқа бауырына да қаламайды ғой. Сондай орын алды. Сондықтан
бұндай нәрселерден аулақ болу керек. Бір жерден жылтырай қалған екен, осы шейх міне мынау шетелде бір жерде оқып келген екен. Шетелде оқығанның барлығы ол жерде шейх емес. Ол жерде бар университетте нақты оқып жүр ма, әлде бір мешітте ана жер мына жерде бір шейхтар отырады, сол жерден білім алып келген біреу ма? Бір жамағаттың өкілі шығар. Бұны қалай анықтай аласыз? Біліміміз жоқ. Содан кейін барып орнатты. Содан кейін барып жаңа неше түрлі жамағаттарға еріп кетіп жатыр. Адасқан топтарға кетіп жатыр. Міне сондықтан бұл жерде абай болуымыз керек. Ол шетелде оқып келген екен, мынандай екен, бұл шейхтің алдында отырған екен, оның бәрі біздерге дәлел болмайды. Сондықтан бұл жерде сақ болу керек. Келесі, олар жас әрі зердесіз дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям соңғы уақыттарда жас зердесіз адамдар пайда болып, ең жақсының сөздерін Құран оқитын болады. Алайда олар исламнан, садақтан жебе шыққандай шығады. Ол адамдардың имандары кеңірдектерінен ары өтпейді деп харижиттерді сипаттаған болатын дейді. Міне оларды кезінде ертеде құрра деп айтатын болған. Құрра деп. Яғни Құранды көп оқитындар. Олар әрине расында да көп Құран оқитын болған. Құлшылықтарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сахабаларына айтады, бізге емес. Сахабаларына айтады, сендердің құлшылықтарың олардың құлшылықтарының қасында еш нәрсе болмай қалады дейді. Сахабалардың құлшылығын ойлаңыз, қандай болған? Омар радиаллаху анху, егер де тозаққа бір-ақ адам кіретін болса, оны мен деп ойлар едім деген да. Мысалға, сондай неде болған. Бір-ақ адам кіреді деп айтса дейді, соның өзі мен болатын шығармын деп ойлар едім деген. Міне сондай имандары берік, имандары мықты болған, құлшылықтарында сондай берік болған адам. Пайғамбарымыз сол сахабаларына айтады, сендердің құлшылықтарың жай қалады дейді олар. Бұны Ибн Аббас та айтады. Құранды көп оқиды, бірақ ол Құран қандай дейді, олардың өңешінен әрі түспейді дейді. Яғни ауыздарымен оқиды. Басқаша түсінеді. Құран оларға қайта қарсы болады да негізі. Ең жақсының сөздерін, яғни Алла Тағаланың сөздерін, кітабын, Құранды оқиды. Көп оқиды. Бірақ олар исламнан, садақтан жебе шыққандай шығады дейді. Басқа риуаяттарда бірінен тесіп өтеді ғой. Сол кезде мысалы аңды тесіп өткен кезде, құстың мысалы тесіп өткенде соншалық қатты тесіп өткенде атқан адам садағын қараса, қан ештеңе жоқ екен. Мүлдем өтіп кетеді да. Байқалмайды. Ана аңның денесінде де ешқандай бір із де көрінбейді. Мен сол сияқты деп. Исламнан өзіне бір әсер болмайды. Ізі қалмайды исламда. Сондай болады. Келесі, олар джихад, жамандықтан қайтару секілді егістер мен мәнді ұрандарды өздеріне бетперде етіп алды дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, менің үмметімде келіспеушілік пен жікішілікке бөліну пайда болады. Сондай-ақ әдемі сөздер айтылып, нашар қылықтар істейтін адамдар шығады дейді. Әдемі сөздер айтылып. Қандай? Назар аударсаңыз, ұрандары бар олардың. Қандай? Құран, сунна деген ұран бар. Әдемі ол, дұрыс ол, солай ғой. Шариғатымыздан біз қайдан аламыз? Құраннан және сүннеттен аламыз. Олар сол ұранды соғады. Құран мен сүннетпен жүреміз дейді. Джихад етеміз дейді. Алланың жолында соғысамыз, әмір маруф, яғни жақсылыққа бұйырамыз, нахи мункар, жамандықтан тыю парызын орындаймыз дейді. Міне ұрандары керемет. Әрине мұсылманның ұраны осы болу керек. Алланың сөзі биік болсын деп. Литакуна калиматуллахи хиял улия. Алланың сөзі жоғары болу үшін соғысады джихадта. Бір жерден мүлік алу үшін, олжа алу үшін емес, бір жерге ие болу үшін емес. Алланың сөзі жоғары болу үшін. Міне сол ұранды өздеріне алып алған. Лозунг дейді ғой. Плакаттарында жазулы да, мысалы, Құран, сунна. Масхабпен жүрмейміз, Құран мен сүннетпен жүреміз. Міне бұл жерде қарасаңыздар, масхаб ұстанғандарға
былайша айтқанда айып тағылатын сияқты. Сонда бұрынғылар мазхаб ұстанып келді, олар сонда Құран мен сүннетпен жүрмеді ме деген сөз туындайды ғой. Солай ғой. Абу Юсуф, Мұхаммад ибн Хасан аш-Шайбани мысалға, үлкен ғұламалар өтті. Олар Абу Ханифаның мазхабында жүрді. Олар жеке бір мазхаб ұстай алатын адамдар еді, Абу Юсуф пен Мұхаммад. Бірақ олар Абу Ханифаның қойып кеткен жүйесінен артық жүйе көрмеді. Сосын сол жүйемен жүрді олар. Соған сай олар пәтуа берді. Кейбір жерде келіспесе де, бірақ соның Абу Ханифаның қойып кеткен жүйесімен олар пәтуа шығарды да. Сонда оларды біз Құран мен сүннетпен жүрген жоқ. Олар мазхабпен жүрді, басқа бір дара жолмен жүрді деп айтамыз ба? Жоқ. Демек, мазхабпен жүрмеймін, Құран мен сүннетпен жүрем деген сөз оларды айыптау деген сөз. Ал енді сол мазхаб Құран мен сүннет негізінде құралмады ма? Біздің намазымыз, оразамыз Құран мен сүннет негізінде шығарылмады ма? Абу Ханифа сонда неге бидғат жасады онда? Неге ол сонда сүннетті тәрк етті? Неге ол намазда тұрғанда қолын такбир алғанда, ифтитах такбир алған кезде ғана ол қолын көтерді? Басқа рукухтың алдында немесе кейін ол неге ол қолын көтермеді? Сонда ол сүннетті тәрк етті ме? Жоқ, әрине. Ол иштихад жасады. Ол Құраннан сүннеттен қарады, бүкіл хадистерді анализдеді, талдап, сосын барып қана фатуа берді. Міне сүннетке сай құлшылық осылай болады деді. Бүкіл хадистерді алып келді да, соны таразылап. Қазірғылардың сүннет, сахих хадис тұрма, бітті, біз осыған амал етуіміз керек дейді. Ал хадистердің қаншамасы сахихы бар, бірақ оның үкімі жойылған, ғалымдар оның барлығын пайдалана бермеген, орындамаған хадистер. Міне, демек ол не сахих хадис бар екен, бітті, мен оны өзіме жалау етіп алған жүрем деген сөз ешқайсында болған жоқ. Ибн Таймия Құран мен сүннет жихад пен оның құндылығы туралы бұйрықтарға тұнып тұр. Бірақ Алла және оның елшісі бекітіп заңдастырған жихад пен адасушы топ жүргізетін жихадтың арасында айырмашылық бар екендігін білу қажет. Олар мейірімді Аллахқа бағынып жихад жасаудамыз деген ойлармен шайтанға бағынуда деген. Өздерінің ұстанатын ғалымдар осындай нәрсені айтады. Осы дүниеде ең ауыр зұлымдық істегендер мұндайды тек ізгі мақсатпен жасағандарын мәлімдеген. Алайда шариғатта жақсы ниет жаман істерді ізге ете алмайды деген қағида бар. Жақсы ниет жаман істерді ізге ете алмайды. Ибн Таймия айтады, Құранда толып тұр дейді, ол жихад етіндер, жаңағы мушриктерді, кәпірлерді, олар сендермен шайқасқандар, сендерді шайқасыңдар деп жатыр да. Бірақ жихадтың өзінің шарттары бар. Исламда қараңыздар, әрбір құлшылықтың шарттары бар, қабыл етілу үшін. Мысалға алайық, намаз, 5 уақыт намаз. Намаз оқу үшін не істеу керек? Дәрет алу керек. Дәретсіз дұрыс бола ма? Оразаның шарттары. Сәре ішкеннен кейін күндізгі уақытта тамақ жемеу, су ішпеу, жыныстық қатынасқа түспеу. Оның шарттары бар, парыздар бар, мысалы. Условия дейді ғой. Қажылықта оның да шарттары, қажылықтың жасалу жолдары бар, солай ма? Енді осы сияқты жихад, Алланың жолында соғысудың да шарттары бар. Атай кететін болсақ, біріншісі патша белгілі болу, анық болу. Патша болу керек, сол нақты жихадты жариялайтын патша болу керек. Одан кейін мақсат белгілі болу керек. Қазір бір патша тұрып жихадты жариялады ма? Мақсат анық па?
Жер-жерде мысалы шайқастар болып жатыр. Қай жерде нақты бір мақсат бар деп айта аласыз? Әрбір топ өзінің бір жеке мақсаттары үшін соғыс жүргізіп жатыр. Неше түрлі партиялар бар да, неше түрлі топтар бар, барлығының бір көздеген бір басқа мақсаттар бар. Геосаяси бір нелер бар да. Түсініксіз. Мұндай жағдайда ол жихад бола алмайды. Мысалға, Құран мен сүннетте мушриктермен жаппай оларды сендермен күрескендей, сендер де олармен шайқасыңдар дейді. Сондай жерлер. Пайғамбарымыздың мысалы хадисі бар. Адамдар ля иляха иллалла деп айтқанша соғысуға бұйырылдым дейді. Мен бәрімен соғысуға бұйырылдым, олар ля иляха иллалла деп. Яғни біреу ля иляха иллалла деп айтма, мен тыйыламын деп. Ал сонда енді қарайық. Омарлар осы хадис аяттарды ұмытып кетті ме сонда? Пайғамбарымыздың өзін алайық. Мушриктермен келісімде болды. Омар радиаллаху анху, жаңа айтайын дегенім, халифалығы заманында көшеде келе жатып бір қайыр сұрап отырған яһудиді кезігіп жағдайын сұрайды, себебін сұрайды. Не нәрсе сені осындайға жетелеген қайыр сұрауыңа деген. Сонда айтады, менің төлейтін жизиям деді. Яғни яһудилер, христиандар, ахлул китаб, мұсылман елінде тұратын адамдар, басқа діндегілер жизия төлейтін болған. Не үшін олар төлейді? Мұсылмандар оларды қорғау үшін төлейді. Егер де мұсылмандар қорғай алмайтын болған жағдайда, мұсылмандар сол жизияны, төленген жизияны әлгілерге қайтарып береді. Міне әділдік қайда жатыр. Міне ислам қайда жатыр. Міне сол яһудиге осы жағдайды естігеннен кейін Омар не дейді? Бұған және осы сияқтыларға зейнетақы тағайындайды. Және оларды жизиядан босатады. Не ол? Құран мен аятты ұмытып кетті ме? Құран мен аятқа, хадиске қарсы шықты ма ол? Омар радиаллаху. Жоқ әрине. Сонда жихад деген әмір қайда қалды Алла тағаланың? Соғысыңдар, шайқасыңдар деген әмір қайда қалды? Алла тағала Құранда соғысыңдар, шайқасыңдар дейді. Сендермен шайқасқандар. Ал басқа аятта Құранда Мумтахина сүресінде Алла тағала не дейді? Алла тағала сендерді үйлеріңнен шығармағандармен және діндеріңде соғыспағандармен дейді, жақсы қарым-қатынаста болуға, оларға әділдік жасауға тыйым салмайды дейді. Сендермен діндеріңде соғыспағандарға, үйлеріңнен шығармағандарға жақсылық жасауға және оларға әділдік жасауға тыйым салмайды дейді. Яғни олармен қарым-қатынаста болу керек. Міне. Олармен келісімде бола алады мұсылман. Сондықтан ешқандай жерде барын жаппай қырыңдар деген сөз. Ал енді өкінішке орай олар кәпір дейік, мысалға, мушрик дейік, оларды мұсылмандарды өлтіріп отыр ғой, білесіздер ме? Неге? Өйткені олардың пікірімен сәйкес келмейді да ол. Сосын оларды алады да. Ля иляха иллалла деп айтып отырған адамды олар өлтіреді. Тек қана не үшін? Олардың жамағатына сен кірмегенің үшін. Олардың көз қарасында болмағаның үшін. Қатарларында шынайы білім иелерінің жоқтығы дейді. Бұны өткенде Ибн Аббас хариджиттердің арасына барған кезде айтылған еді. Ибн Аббас не дейді? Мен сендерге сахабалардан келдім, ансарлар, мұхаджирлер бар, сахабалардан келдім, пайғамбарымыздың күйеу баласынан келдім дейді. Ал сендердің араларында ондайлар жоқ дейді. Яғни олардың арасында бір білімді ешкім жоқ та. Әйтеуір білім сымақтар, ғалым сымақтар бар. Жоғарыда ол мәселе қозғалды. Шын мәнісінде адасқан ағымдарда шынайы білім иелері еш уақытта болмаған, болмайды да. Енді оларда мысалға христиан ағым, басқа да ағымдар бар ғой, солардың бір тәсілі бар, сырттан информация қабылдауға болмайды. Бізде отырады ғой, мысалға, құлақтарын жауып алып,
немесе имамның уағызы айтылып жатқан кезде Құран оқып отырып басқа бір іспен айналысып отырады. Неге? Өйткені оларға сырттан информация, мағлұмат қабылдауға болмайды. Неге? Ақиқатында не жатыр ол жерде? Өйткені ақиқат баян болады да ол жерде. Түсіндіңіздер ме? Ақиқат баян болып қалады ол жерде. Анық болып қалады. Қай ағымды алсаңыз сондай нәрсе бар. Өздерінікін ғана тыңда. Оларға тура осылай айтады. Олар қанша жерден Құраннан, сүннеттен сендерге дәлел әкелсе де тыңдамаңдар дейді. Онда Құранның, сүннеттің не керегі бар? Онда сенен тақлидтен жоқ дейсің ба? Онда бізді тақлидта дейді. Яғни сендер соқыр ересіңдер дейді да имамдарға жоғарыда. Сонда өздері солай соқыр ерумен жүрмей ме? Сен басқа біреуді көрмейсің ба? Басқа мазхабтың дәлелін көрмейсің ба? Сен ізденіп көрдің ба? Таразылап көрдің ба? Екі пәтуаны салыстырып көрдің ба? Жоқ. Ал көрмедің ба? Неге сен айтасың адасқан топ? Сен біреудің ғана айтқанымен жүрсің тек. Бірақ ол шындық па? Өткенде тағы бір бауырымыз, шетелде оқып келген бауырымыз кәдімгідей Ханафи мазхабындағылар дейді, қараңыздар, анық айтып отыр. Қабір азабына сенбейді дейді. Қалайша сенбейді? Ғалымдарымыз айтып кеткен үзілді. Қабір азабы бар екеніне, мұсылман адам сенетініне, біздер сенетінімізге. Қияметте осындай таразы қою, андай қою, мұндай қою сенбейді деп айтады дейді. Құдай сақтасын. Өйткені олар хабарул ахадты қабылдамайды дейді. Яғни мутаватир болмаған, көп адамдардан жетпеген хадисті олар қабылдамайды. Бір адам, екі адамнан ғана жетсе, ол хадисті қабылдамайды деп, сол уәжбен не істейді? Ханафилер дейді. Қабір азабына сенбейді дейді. Алланың өзін куәлік еткіземіз. Біздер, Құдайға шүкір, қабір азабына сенеміз. Бұл ақида мәселесінде қарастырылады, айтылады. Қаншама өздеріңізге бұл тақырыпта уағыздарда айтылды. Мына осы ақирет белгілерінің, мысалға, бас кезінде осы қабір азабы жайында арнайы тоқтатылып айтылған еді. Оның болатынына адам тәнімен де, рухымен де қабір азабынан көретін жайында айтқан еді. Сондай жалаша. Сөйтіп не істейді? Олардан сондықтан Құран мен сүннеттен қанша жерден дәлел әкеп тұрса, оны қабылдамаңдар дейді. Солай нақты айтады. Сонда сен ақиқатты онда қалай табасың? Қайсын сен қалай сен онда таразылайсың? Бір бауырымызбен сөйлестім, ол айтады, мен дейді 4 кітаптан, яғни 4 мазхабтың кітабынан дұрысын таңдап аламын дейді. Маған сөйтіп айтады. Сөйтесің бе деймін? Иә дейді. Мен сол 4 мазхабтың дұрысын таңдаймын дейді. Мен оған айттым. Міне 4 кітап қояйын. Абу Ханифа мазхабының мысалы белгілі кітаптарының бірі Әл-Хидаяны алайық. Міне саған қойдым. Шафии мазхабының Әл-Ум кітабын мысалға қояйық. Ханбали мазхабының Ибн Қудаманың кітабын қояйық. Малики мазхабының тағы бір кітабын қояйық мысалға. Осы жерден сен дұрысын таңдайсың ба дедім? Иә дейді. Медреседе оқымаған жігіт. Арабша білмейді. Маған айтады, сол осының ішінен 4-ін біреуін таңдаймын дейді. Ой, жақсы екен деді. Бірақ сен дедім, осының 4-інің ішінен дұрысын таңдау үшін бар ғой дедім. Сен бұл 4-інен артық немесе сондай болу керексің ғой дедім. Үндемей қал. Рас қой. Әлгілердің 4-інен бір қате табу үшін аналардан жоғары болу керек қой. Сол емес пе? Мысалы, шәкірттің қатесін кім табады? Ұстазы табады ғой. Шәкірттер сол қатені байқамауы да мүмкін. Солай ма? Міне қараңыз. Әлгі бауырымыз айтады, мен өзім 4-дің дұрысын таңдаймын. Құдай жеткізсін сондай дәрежеге. Дұрысын таңдап алатындай. Бірақ оған қайда? Оған біріншіден тақуалық керек.
ілім керек, қаншама жыл еңбек ету керек, ол сонда барып қана мүжтәһид дәрежесіне жетіп жатса, онда құлақып өзіміз де оған барып тәтуа сұрар едік. Келесі, мұсылмандармен бейбіт келісімдегі кәпірлерді өлтіруге болады дейді. Енді бұл жерде не айтуға болады? Мұсылмандардың өзін өлтіріп жатса, ол басқа біреулер кәпірлерді адам құрлы санамайды. Мұсылмандармен келісімде болса да, мұсылмандармен келісімде болды ма, шариғат бойынша өлтіруге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Кімде-кім мұсылмандармен бейбіт келісім жасасқан өзге дін өкілін өлтірсе, иісі 40 жылдық жерден сезілетін жәннаттың хош иісін иіскей алмайды деген. Иісі 40 жыл жерден сезілетін жәннаттың иісін сезе алмайды деген. Кімді өлтірсе, мұсылман емес, бірақ сол мұсылмандармен бірге келісімде болған адам өлтірсе дейді. Муахад дейді оны арабша. Хадистерде муахад деп келеді. Заңсыз адам өлтірудің үлкен күнә екендігін түсіну үшін осы айтылғандар жеткіліксіз бе? Бұл күндері харижиттер өздерінің жалған идеологияларын қолдамайтын мұсылмандарды өлтіруден де тайынбайды. Кәпір деп санап, олардың қаны мен мүлкін адал санайды. Вот кәпір дейді, мұсылманды бәрін әйтеуір кәпір болды. Кәпір болғаннан кейін оның қаны да, өмірі, жалпы мүлкі да адал дейді. Оның қаны кез келген уақытта, кәпірдің малы мүлкі кез келген уақытта адал бола бермейді. Оның да шарттары бар. Ол бізбен соғысып жатпаса, бізге қарсы шығып жатпаса, бізбен келісімде болса, қалай оны жасаймыз? Келесі, теракті жасау дұрыс дейді. Жасап жатыр ғой, мысалы, жер-жерде. Сауд Арабиясының беделді ғалымдары Сауд Арабиясындағы жарылыстан кейін күдіксіз бұл әрекеттің Құран мен сүннетке сәйкеспеуінен әрбір ақыл иесі мұндай іске разы болуы мүмкін емес. Бұл исламға іштен де сырттан да зиян әкелетін үлкен қылмыс. Әділетсіздер табысқа жете алмайды. Ілім іздеуші шәкірттер мұсылманның қанын төгуді рұқсат ететін харижиттердің сұрқия жолдарын адамдарға міндетті түрде түсіндірулері қажет деген. Түсіндірулері қажет дейді. Бұл былайша айтқанда, ислам дінімен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын дүние бұл. Терактілер. Оған джихад деп ұғым беріп қойған. Соның кесірінен не болып жатыр? Салих ас-Сухайми былай деген. Жамағатул джихад ағымы осы ғасырдың харижиттері дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды тозақтың иттері деп атаған. Тозақтың иттері деп атаған. Олар тіптен ислам елдерін имансыздардың жері деп ондағы мұсылмандарды өлтіруде. Өз қылықтарыменен мұсылман еместердің мұсылман мен исламға қарсы араңдатушылық туғызып, кейбір мұсылман қалаларына мұсылман еместердің елік етуіне жол ашып қойды. Міне кесірлер қайда жатыр. Қандай? Дінімізге күйе жақылды. Мұсылман еместер мұсылмандардың үстінен үстем жүргізетін жағдайға өздері жеткізді. Солар әкеп жүр. Дінге керісінше бір қиянат әкеліп. Мекемелерде намазханалар ашылып жатыр еді. Қандай бір қуанып жүрдік, әрбір мысалға университеттерде намазхана ашылған сайын қуанатын еді. Ал қазіргі жағдайда не болды? Жауып тастады оның барлығын. Кім кінәлі? Мемлекет кінәлі ме? Жоқ. Имамдар кінәлі ме? Жоқ. Кім кінәлі? Бауырларымыз кінәлі. Жихад туын жамылғандар кінәлі. Не істеді? Дінге зиян тигізді. Пайғамбарымыз деді, сен дінге пайда тигізе алмасаң, оған кедергі жасама деді, болды. Сол сенің пайдаң деді. Кедергі жасамаш, немешай болды. Басқа ештеңе жоқ өзі. Араласпа. Намазында оқы, құлшылығын жаса болды. Қалған адамдар өзі істейтін. Құдайға шүкір қызмет қылып жатыр дінге адамдар. Дін жайылып жатыр. Оларсыз да дін жайылады. Солай ғой. Алла Тағала Құран кәрімде деді: "Валлаху мутимму нурихи ва лау кана кафир." Аллах Тағала кәпірлер оны қаламаса да нұрын жаяды деді. Үстеме деді Алла Тағала.
Ибн Қайим айтты: адамдардың көбі құлшылықты Аллахтың тыйымдары арқылы жасайды. Олардың жүректерінде осы бір амалдар бойұсынушылық пен оған жақындау деген сенім орныққан. Мұндай адамдардың жағдайы күнәһардың жағдайынан да жаман дейді. Күнәһардың жағдайынан да жаман. Харам етілген істермен құлшылық жасағысы келеді. Міне джихад жасап жүр ғой өзінше бір. Ол адам өлтіру, ол тыйым салынған нәрсе. Сол арқылы олар Аллаға жақындағысы келеді. Елімізде мысалға бір жылдары сондай бір ОПГ ұсталған. Кәдімгідей группировка жасаған да олар. Кәпір дегенде басқа діндегілерді олар не істейді? Қалада, базарда қарап жүріп алып кетеді да, ол үшін ақша талап етеді. Ала алмағандардың 2-3-ін олар басын кесіп сол жерде жерлеп тастаған. Солар ұсталды. Солар айтады: біз осының бәрін Алланың разылығы үшін істеп жүрміз деп ойладық дейді. Нәтижесінде біз убийца болдық қой дейді. Өздері мойындап айтып отыр. Олармен мен кезіктім, сөйлестім. Біздің облыста отыр. Абақтыда. Сол жігіттермен кездестім. Алланың разылығы үшін істеп жатырмыз деп ойладық дейді. Мен сондай жағдайға ұшыраған. Міне жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, харижиттер ағымының ислам әлемінде қандай қауіп төндіріп тұрғанын аңғаруға болады. Қандай қауіп төніп тұр? Исламға. Басқаларға емес, бұл жерде исламға қауіп төніп тұр. Алла тағала мұсылмандарды аталған жаман жолдан адасушылықтан сақтасын. Әмин. КМДБ-ның діни уағыз бөлімі дейді. Міне осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының пәтуаларынан кейбір харижиттердің көріністерін, сипаттарын сіздерге баяндап өттім. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.